Бұл жаққа келіп кету қиын емес дымда. Мына қараңыздар, шалбарлар скидкамен жүріп жатыр екен. Былай айтамыз ғой, шетелде жүргендей болдық деп. Сол сияқты шетел ғой. Кіру бұраға тегін. Мерхаба arkadaşlar. İzmir'ге қош келдіңіздер. Мен сіздерге İzmir'дің ең әдемі жерлерін көрсетейін. Ендеше кеттік. Herkesi zalim, kendini alim hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Deli huyundan ya da suyundan mıdır anlamadım bu işi. Ne bu hırçınlık ne bu kalbin can çekişi. Бірінші баратын жеріміз кез келген қазақстандық азаматтың Түркияға келгендегі көргісі келетін жері ол базар. Бұл жаққа келіп кету қиын емес дымда. Мысалы, студенттер осы Шанхай станциясы дәл қасында осы жерден түседі. Әр күні сабаққа барып келу үшін осының қасынан өтеді. Сол кезде, мысалы, азанда оқитындар түсте сабақтан шығады да, кіреді, жүреді, аралайды, киімдерін алады, заттар алады. Іші өте үлкен. Ішін қараңызшы, кең, адамдар аз, топырлап, қыстырылысып, шум жоқ ішінде, тап-таза. Araladın, kiyim aldın, gittin. Hiç bulamadım aşk alevine. Yandı yüreğim hep hasretinle. Бұл тарихи Кемералты базары İzmir'дегі ең үлкен. İstanbul'дағы Grand базарының кішкентай үлгісі дейді бұл жақтың тұрғындары. Батыстық атмосферасы бар бұл базардан іздегенін бәрін табасыз. Бастысы арзан бағада. Мынау ішінің кеңдігі соншама, ішінде газель жүр ғой. Gitme artık dur sürekli yanımda şu İstanbul. Мына қараңыздар, шалбарлар скидкамен жүріп жатыр екен. 2000 теңгеден. Жакеттер 4,5 теңгеден. Біреуін ауылға болады, кстати. 4,5 теңгеге. Жұмысқа киіп сағанға. Кстати, burada одан кейін жазылған бағадан бөлек тағы торговаться етуге болады. Бұл базар ғой. Кәдімгі, мысалы, мен алдым бір үйге трико алдым. 60 лира деп тұрды. Мен оны 40-қа алдым. Почти қанша? 30-50%, 40%-ке түсірді сонда. Мына жақ походу только алтындар, алтын, күміс. Бұл базар қаланың дәл ортасында орналасқан. Егер біз мына бір көшелерден шықсақ, тура қонақтан сағат күлесінің қасынан шығамыз. Я достар, ендеше дәл қасымызда тұрған қаланың ең әдемі қонақ районына барайық. Жаяу жүрсек те болады, алыс емес. Ескіден бұл район қаланың центрі болып табылады. Жанында İzmir'дің символы сағат күлесі. Sevgilim senin için varım bu sevdada. Ben Mecnun kimi sehrada. Gel ele sev ki el seven. Және де қонақ паром станциясы бар. Sevgilim senin için varım bu sevdada. Ben Mecnun kimi sehrada. Gel ele sev ki. Мен басында паромға мінген кезде бағасы 1-2 теңге деп ойладым. Сөйтсек 160 теңге екен. Мынандай тағы бір қызық жағдай бар екен. Егер сіз метроға, басқа транспортпен қолдансаңыз, картаңызбен 2 сағат ішінде 25 теңге ғана төлейсіз. Теңізді көрдік. Енді қаланы жоғарыдан көрейік. Біздің Көктөбедегі сияқты канатты дорогаға мініп, төбеге күшті пейзажға көз жеткізсеңіздер болады, көрсеңіздер болады. Бағасы 20 лира, біздің бағамен ол 1000 теңге, 950 теңге ма, қазір курс бұлай ойнап тұр. Yeminler benim, tövbeler senin, ne oldu? Gücüne mi gitti, başrol gitti, film mi bitti, ne oldu? Zoruna mı gitti, yeminler benim, tövbeler senin, ne oldu? 10 minut oldu mu, әлі көтеріп келе жатырмыз. Биіктігі 418 метр екен. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bilsen.
hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklara demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini sana gece gezenlere aç bilsen. Келесі баруға тұрарлық жер ол Форум Барнова. Форум Барнова Измир қаласындағы ең үлкен сауда орталығының бірі. Бұның ішінде 100-ден астам киім магазиндері бар. Бұл бір өзінше бір городок сияқты, сыртында охранамен, хэскотпен кіресіз ішке қарай. Ішінде бәрі бар. Мысалы, зат алмасаң да, мысалы, тамақтанбасаң да, ішінде просто кезіп, жүріп, демалуға болады. Ішінің себебі көрінісі күшті, пальмалар. Бір біз былай айтамыз ғой, шетелде жүргендей болдық деп. Сол сияқтынан шетел ғой. Еге юрт общежитиясында тұратын студенттерге повезло. Тура осының қасында күніге келсе болады. Себебі мына жақта аралауға бір күн жетпейтін сияқты. Мынаның төбесінде де бар. Біз бір 10%-ін ғана жүрдік. Уж шаршап жатырмын. Demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini sana gece gezenlere aç bilsen. Sebebini sana gece gezenlere aç bilsen. Шаршадыңыз ба? Аз қалды. Измир қаласы ол жартылай жаңа, жартылай ескі. Ескі дегенім бұл жерде тарихи мұражайлар өте көп. Соның бірі асансер. Асансер ол орысшасы лифт. Бұл тарихи жер. Жерден 58 метр жоғарыда орналасқан ең үлкен лифт Турциядағы. Кіру бұраға тегін. Асансерға келіп, бұлай күшті жерде шай ішіп отырсаңыздар болады. Қасында ресторан бар. Асансер 1907 жылы екі көшені, яғни теңіз жағасында орналасқан Қараташ көшесі мен 40 метр биіктікте орналасқан Халил-Рифат Паша көшесін қосу үшін соғылған екен. Мен кешкі уақытты таңдадым, себебі теңіз, мынау закат, сыртындағы светі жанып өшіп, кешке таман осындай қараңғыда әдемі болатын еді. Сіздер телеферикте күндізгі қаланы жоғарыдан көрдіңіздер, енді кешкі қаланы, түнгі қаланы көріңіздер. Досым, осымен жетер деген ойдамын. Негізі Измирде барарға тұрарлық көптеген жерлер бар. Мысалы, Чечме, қаладағы дисконт сауда орталығы Оптимум, культур парк, аквапарк, автомузейі, тағы басқа көптеген жерлер. Оны алдағы уақытта міндетті түрде барамыз.